құмар ойын жарнамалады ма, болды. Мен үшін ол елдің жауы. Біреулер жазған бана футболист Темірлан не қатысы бар, анау деп. Үстіне киіп тұрма, один экспертті жарнамалап тұрма құмар ойынды, болды. Мен үшін ол сыйлайтын адам емес. Біздің футболды бүткіл әлемге қалай танытса да, ол мен үшін тесік шелекпен судасып жүрген адам болды. Сіздер маған келген мысалға ақпаратты сіздер білетін болсаңыздар, білмеймін енді. Жалпы қазақ ел біледі ғой, құмар ойын салдары жалпы неге әкеліп соқтырып жатқанында, қаншама семья ажырасып жатыр, қаншама әйелдер жесір қалып қойып жатыр, қаншама балдар ашық қалып қойып жатыр құмар ойын салдарынан да. 23-тегі жігіт мысалға, ол білу керек құмар ойын, ол дейтін, действительно ол елдің жауы, ол жарнамаламау керек ол деген, қалай болғанның өзінде де. Оған қарсы болу керек, жастар да осыған қарсы болу керек. Қандай гол салып, қандай гол тіресе де. Болды, құмар ойын жарнамалады ма, ол адам елдің жауы. Мен өз позициямды до конца тұрамын. Жалпы ол қалай әділдік па? Блогерлар құмар ойын жарнамалайды, соған барлығын ставка тігуге шақырады, сол арқылы ақша ұтады. Барлығымыз жабыламыз блогерлерге, дұрыс па? Ойбай, соттау керек, отырғызу керек, қамау керек. Бұл дейтін жастарды үгіттеп жатыр, құмар ойынға тығып жатыр барлығын деп. Бірақ бір футболист алады да доп тірейді, оны батыр қыламыз. Ол да құмар ойын жарнамалап отыр. Бірақ оны біздер батыр қылып жібереміз. Ол туралы әңгіме қозғамаймыз мүлдем. Үстіндегі құмар ойын жарнамалап тұрғаны, сол один эксперт жарнамалап тұрғанын, оны мүлдем әңгіме қылмаймыз. Бұл әділдік па сонда? Қандай әділдік? Мен футбол қарамаймын, футбол қарайтындардың көбісі ставка тігеді. Дұрыс, мен футбол қарамаймын, компьютер ойнамаймын, ставка тікпеймін, ставкаға мен қарсымын, мен өз позицияда тұрам, болды. Қандай доп тіресе де құмар ойын жарнамалады ма, болды. Мен үшін ол елдің жауы. Тағы да айтам, құмар ойын жарнамалайтындар елдің жаулары. Так, Темірлан 3-ші сериясы. Не болды? Жабылып кетті ғой футболисттер. Көшеге шығуға қорқып қалды, қай жағымыз доп керіп болады деп. Так, енді Темірланды барынша ақтап жатсыздар, жақтап жатсыздар. Оның не қатысы бар? Барлық команда киіп жатыр сол футбол күні. Оған кигізіп қойды, өзі киген жоқ қой деп. Жарайды, оған кигізіп қойды. Енді 23 жастағы Темірлан один эксперттің футболкасын үстіне кигізгенде бұл білді ғой, не үшін кигізгенін. Дұрыс па? Құмар ойынды жарнамалау мақсатында кигізді. Көшедегі қарапайым адамға барып, один эксперттің футболкасын кигізбейді ғой. Оған кигізсе реклама болмай қалады. Оны тек белгілі бір тұлғаларға кигізеді, дұрыс па? Бір абыройы бар тұлғаларға, елдің алдында жүрген тұлғаларға кигізеді ол футболканы. Эфирге шығып жүрген, камераға шығып жүрген жаңағыдай. Адамдар көретін, бір подписчиктер бар деген сияқты адамдарға сол футболканы кигізеді. Жарнамалау мақсатында. Темірлан білді, оны киді, осознанно киді. Не үшін? Енді оған ақша төлеп отырған шығар, енді один эксперт болсамыз кигізбейді оны. Демек, олар ақша төлеп отыр, спонсор отыр деп білем. Барлық команда киді. Енді 23 жастағы Темірлан ол біліп тұр. Құмар ойын салдары неге әкеліп соқтырып отқан барлығы біліп тұр ғой. Қаншама адамдар өзіне қол жұмсап жатыр, қаншама сәбилер жетім қалып қойып жатыр, қаншама әйелдер шырылдап жатыр әлеуметтік желіден. Барлық қазақ елі біледі, құмар ойынның қазақ елін қалай құртып отқанын. Жалғыз Темірлан білмей қалған жоқ қой, 23 жастағы, дұрыс па? Ол біледі. Ол осознанно киді. Енді сіздерге сұрақ. Темірланға қазақ елінің болашағы маңызды ма? Әлде бұл жерде Темірланға ана өзінің футболдан алатын гонорары маңызды болып тұр ма мына жерде? Сұрақ сіздерге. Не маңызды болып тұр Темірланға? Енді мысалға мен футбольный командаға ойнап жүрмін, маған айтады, мысалы тренер, мына кидейді, мен қараймын, наркотиктің суреті тұрады да. Мен алып маған тренер кигізіп қой деп мен алып киіп алмаймын ғой. Әлде мен соны киіп аламын, наркотиктің суреті тұрғанда мен соны жарнамалаймын. Мен де аламын да шетелдің бір командасы ұтып аламын, гол саламын мысалға. Доп теуіп солар вратарына саламын. Мен де сонда күшті болып кетемін ба? Маған да сонда бір ақтау іздейсіздер ма? Ақтау аласымен бірдеме етіп, ойбай, Рустем білген жоқ қой, бүйткен жоқ қой, сөйткен жоқ қой деп. Қалай болып отыр өзі? Біздер құмар ойынға қарсымыз ба, әлде қарсы емеспіз ба? Бірінші біздер өзіміздің ішкиіміздің тұсын айырып алайық дұрыстап тұрып. Сосын бірдеме айтамыз біздер. Мен түсінбедім что-то. Мына жерде құмар ойын қарсымыз дейсіз, бірақ мына жерде Темірланды барынша ақтап жатсыздар. Дым түсініп тұрған жоқпын мен. Ал жауап беріңіздерші маған. Мәжбүрлі кигізіп қойды маған футболканы, не мақсатта киді ол футболканы? Оған қазақ елінің болашағы маңызды ма? Қазақ елі маңызды ма, әлде оның алатын гонорары маңызды ма? Мәселе осыда. Тесік шелекпен сутасып отыр деп мен есептеймін солай. Болды, басқа ештеңе жоқ. Басқа да спортшылардың барлығы сондай деп есептеймін, болды. Ешқандай да олар елдің жанашыры емес, олар тек бағанағыдай осылай құмар ойын жарнамалап, тек ақшасына тек осындай қызығып, елдің болашағын да ойлап отқан жоқ деп есептеймін өз басым. Болды. Әлеуметтік желіге көптен бері бүгін кіріп едім, не болып отыр? Темірлан анау-мынау что-то шулап отыр ғой. Гол тіреген дей ма, гол салған дей ма? Мен айтам да,
Мен де сол қуанғандардың қатарына қосылып бірге қуанғым келіп отыр. Бірақ та мен қуанатындай ештеңе көріп тұрмаған сияқтымын. Егер де сол гол салғандарынан, біреудің гол тірегендерінен халықтың жағдайы дұрысталып, бір қазақ елінде өзгеріс пайда болатын болса, мен де дәл сол сияқты қуанар едім. Білмеймін. Біздерге не көрінген жалпы қазақ еліне? Әлде мен қателесіп отырмын ба? Дұрыс па, менікі дұрыс емес па? Қандай пайда біздерге, қандай одан бір өзгеріс, халыққа қандай бір, білмеймін, түсініп тұрған жоқпын. Не үшін барлығы шулап отыр, мен ештеңе түсініп тұрған жоқпын. Мына Союздың малын бағып жүре беріппіз ғой 70 жыл бойында. Енді сол кезде білмеймін ғой деп, енді үлкен кісілер бізге сөйтіп, кейінгі кезде үлкен кісілер бізге айтады, ол кезде қазақтың қолынан қой баққаннан басқа ештеңе келмейді деп айтатын деп. Трактор айдағаннан басқа ештеңе келмейді деп. Ол кезде совхоздың тракторын айдау деген ең нишке жұмыстар еді ғой ол кезде. Қой бағу деген айдалада. Содан басқа ештеңе келмейді бұлардың қолынан деп айтады деп үлкен кісілер бізге сөйтіп айтатын мында. Неге келмейді біздің қолымыздан? Біздің қолымыздан бәрі де. Мен сол кезден бастап айтатын мен. Неге келмейді? Біздің қазақтың қолынан бәрі де келеді. Союздың заманында Серік Қонақбаев бізде боксер. Кім шықты? Жақсылық түскен бір ағамыз шыққан, өздерінің салмақтарында бүкіл дүниежүзін шақ келтірмеген, лақтырған кезінде. Серік Қонақбаев та солай өзінің салмағында неғылмаған, жаңағыдай бой бермеген. Сол сияқты бір кеше міне чемпионаттар лигасында құдайға шүкір футболда да өттік қой. Өттік міне чемпионаттар лигасына. Сол сияқты ақырын өзі келеді орнына. Заманымыз тыныш, мына халқымыз тыныш болса егерде, ақырын өз орнына келеді. Бұның бәрін енді біреулер айтатын шығар, 30 жыл бұрын неге бола салмады деп. Болмайды ол 30 жыл бұрын. Өйткені ол кездердің өзінде Союздың саясаттан шыға алмай жүрген халық, әбден жаңа Союзға үйреніп қалған халық, ол шықпайды. Жаңағыдай қалыптаспаған ғой, былай айтқан кезде қалыптаспаған. Ал енді қазір мына кейінгі ойнап жүрген балалар, кейінгі біздің басшыларымыз, кейінгі адамдарымыз уже ол Союздың не екенін де білмейді. Біледі ғой, Союздың не екенін біледі, но бірақ Союздың саясатының ішіне кіріп көрмеген олар. Содан кейін барып кәдімгі өзімізше біз мемлекетпіз деген оларда сондай ұғым бар оларда. Біз мемлекетпіз, қазақ елі деген біз мемлекетпіз деген ұғым бар да, от сонымен жаңағы сияқты футболың бар ма, басқаң бар ма, құда қаласа бізде бәрі де шығады. Біздің туымыз әлі желбірейді, біз болатын еліміз біз. Желбірейді, әлі желбіретеміз. Біздің қазақтың жігіттері туды желбіреткен кезде әрі любой республикаға барып желбіретеді біздің қазақтың туын жігіттері әлі. Сәл кішкене уақыт керек болып тұр, бізге сәл уақыт керек. Енді қазір 30 жыл енді болды ма, бір 15 жыл тағы 15-20 жыл тағы да уақыт керек. Вот сол кезде чемпион да бізде болады, басқа да бізде болады, не болады, не керек, бәрі бізде болады. Өйткені біз киелі қазақпыз, өйткені біз.